Ата-анаңыз Петропавловскта, сіз де сол жақтансыз, осында келіп оқисыз. Егер де осы карантиннің кесірінен сіз сол жақта қалу керек болсаңыз, Петропавловскта, сол жақта қалып оқи бересіз бе, әлде Алматыға қайтып келер ме едіңіз? Сол жақта қалып оқи беретін едім. Не үшін? Ата-анамның жанында. Ештеңе кедергі келтірмейді. Жоқ. Онлайн болатын болса, ауылда да оқи бересің ғой? Оқи бересіз бе? 21 ғасыр, телефон, Ешқандай интернет бәрі бар ғой. Интернет болса қала бересіз. Қала беремін, аха. Мүмкіндік болса ауылда қала береді. Қандай мүмкіндік? Мысалы интернет деген сияқты. Интернет болса сіз ауылда қала бересіз. Иә. Басқа ештеңе кедергі келтірмей ма? Жоқ. Ауылда тұра алмаймын. Ауылда тұра алмайсыз, неге? Білмеймін. Еш себебін атап беріңізші. Оны ол жақта свет ұстамайды. Свет ұстайтын ауыл болса ше. Свет ұстайтын ауыл болса. Мал бағасың. Все равно это социально, как бы они общаются друг с другом. Молодежь все-таки, мне кажется. Им нужно общение, нужны встречи, несмотря на дистанционное обучение. Это позволяет расслабиться и будет лучше для учебы, мне кажется. Ауылда общение аз деп ойлайсыз, иә, сонда? Жоқ, неге общение аз деп айтқан жоқпын. Тек енді мысалы Алматыға вузға түссе, көбінесе осында оқиды ғой балалар. Я соны олай. Сағат типа осында келді. Можно больше возможности найти своих единомышленников, чем ауыл жерде, да. Расширить кругозор деген сияқты. Шындығымды айтсам, кедергі келтірмейді, себебі үйде Wi-Fi бар, и как бы үйден оққан бір шетінен жақсы. Сізге жақсы, иә? Иә. Ал сізге? Маған да солай. Сізге ыңғайлы. Үйде қалып оқи бересіздер, ешқандай кедергісі жоқ. Осы уақытқа дейін сіз мысалы қалаға, бұл ситуация, қалаға келіп оқып жүрсіз жыл сайын. Осы жылы сіз мүмкін ауылдықсыз, иә? Ауылдың балалары бар ғой қаншама, олар ауылда қалып қалды онлайн оқудың кесірінен. Сіз сол ауылда қаласыз ба? Қалай оқуыңызды жалғастырасыз, сол туралы айтып беріңізші. Ситуация, сіз елестетіп көріңіз, сіз ауылдың баласы, есімде қалып қойғаныңызда. Ну, если интернет болса, оқуға болады ғой. А интернет болмаса? Ну, білмеймін, ол неге деканатқа бірдеме айтып, общежитие алып, может, общежитиеден онлайн оқуға болады ғой. Да, да. Әйтеуір келетін едім. Иә, қалаға келетін едім. Алматыға келем онда. Не үшін? Енді интернет ұстамай қалуы мүмкін, ауылда жағдай келмей қалуы Қандай мүмкін. жағдайларды атап бере аласыз? Басқа жағдай жоқ вроде. Тек қана интернет ұстамай қалуы мүмкін. Да, аха. Басқа ешқандай қиындық жоқ, иә? Аха, сіздің ойыңызша? Тоже интернет. Интернет сосын ойланып көрдіңіздер. Там Қандай ауылда мүмкіндіктер? компьютер, ноутбук, ондай еш нәрселер жоқ, мүмкіндіктер мияқта бар, иә. Ал егер интернет, компьютер болса, тағы қандай мүмкіндіктеріңізді шектейді ауыл сіздің? Достарыңмен кездесу, иә, жүру, там ауыл бөлек, қала бөлек деген сияқты. Сіздің ойыңызша? Мен ойымша, біріншіден ауылда интернет жоқ, жастарға да баратын жерлері де жоқ. Көп қыдыру, там өздерінің бұрын Алматыдағыдай жүре алмайды да. Сол, иә, свобода жоқ. Сондықтан Алматыға келеді, по-любому келеді олар, достары үшін келеді. Олар ата-аналарына барып тұра алады да. Кешіріңіз, иә, сөзіңізді білгенім үшін. Жалпы ауылда дос болмайды деп айтқыңыз келіп тұр ма? Сонда әлде қаладағы достар мен ауылдағы достардың айырмашылығы қандай сонда? Жоқ, қаладағы достар мен ауылдағы достар өйтіп бөлмеймін да мен. Просто қараңыз, ауылда жастарға ыңғай жасалмаған. Қыдыратын жерлері жоқ, біріншіден интернет жоқ, ол басты проблема қазір 21 ғасырда. Ондай интернетсіз өмір сүру мүмкін емес деп ойлаймын. Сол енді ол кезде достармен байланыс уже ажырайды. Адам өзін өзі шектей бастайды барлық заттардан. Ары бері шыға алмайды, сол ауылда сол жағдай. Келіп қаласыз, иә? Рахмет көп. Сіздің ойыңызша? Мен ауылда қала беретін едім. Потому что ауылда интернет, барлығы бар. Мысалы, балаңыз болса, Алматыға қайтып жіберер ме едіңіз? Студент болса. Үйде оққаны дұрыс қой, онлайн болса. Әрине, иә. Енді бәрібір мүмкіндіктер шектейді деп ойламайсыз ба? Үйде Алматы үлкен қала, мүмкіндік көп болады деп ойламайсыз ба? Жоқ, бәрібір онлайн болғандықтан бәрі жабылғаннан кейін үйде отырғаны дұрыс қой. Үйде отырып оқып босқа қаражат та жұмсамайсың мысалы. Ол да ата-аналарға кәдімгідей жеңілдік болады ғой, егер онлайн болса. Ой, негізі Алматыға барғым келеді өзім. Потому что мен өзім художницамын, и маған өзімнің спецімді ары қарай улучшать ету қиын болады. Ақтауда қиын, иә, мүмкіндіктер аз. Қандай мүмкіндіктер аз? Сізді не шектейді Ақтауда? Мысалы, бізде фотоларды түсіріп жіберген кезде, там живопись, натурадан салған бізге больше жақсы. Ал бұлай біздер камерадан қарап оны жеткізе алмаймыз. Сіз онлайн, офлайн болса жақсы дейсіз, иә, сабаққа барып, иә? Жоқ, егер сабақ бәрібір онлайн бола береді, иә, сонда да сіз бәрі сабаққа бармайсыз, сонда да Алматыға келер ме едіңіз?
жоқ скорее всего. Келмейсіз иә? Ақтауда қала бересіз ба? Ақтау ешқандай мүмкіндігін шектемей ма? Жоқ. Барлығы бар иә? Иә. Ну, там нету особо такого, ну, более развитый это город, конечно, и тут больше шансов на что-то в будущем. Даже если с общением связано, можно больше с людьми общаться даже просто. Знакомство тут тоже даже здесь расширено больше развито то, что учителя более опытнее, чем да. Потому что не каждый человек поедет работать в аул профессором или кем-то. Мен Алматыдансыз иә? Шымкентке түстіңіз иә? Енді сұрақ мынандай, қазір онлайн оқу болып кетті. Мектеп оқушылары да, студенттер де барлығы үйде жатып оқуға тура келеді. Егер де, енді сіз онсыз да Алматыдансыз ғой, сіз Шымкентке барып оқыр ма едіңіз? Жоқ. Қала бересіз ба? Иә, Алматыда. Алматыда таныстарым барлығы осы жақта, сондықтан осында қалғым келеді. Ал егер керісінше ситуацияны керісінше өрбітсекші, сіз Шымкенттен немесе Шымкент жақтағы бір ауылдансыз иә, бірақ Алматыдағы университетке түстіңіз, мысалы СДУ-ға, КАЗНУ-ға оқуға түстіңіз иә. Сіз Алматыға келіп оқыр ма едіңіз, квартира жалдап немесе туыстарыңыздың үйінде тұрып? Иә. Не үшін? Алматының ауа райы ұнайды. Ауа райы үшін ғана ма? Жоқ, адамдары да барлығы, табиғаты, барлығы жан-жақтан түсінеді. Мысалы, кейбір ауылдарда нелерде түсінбейді ғой көп дүниелерді. Алматыда бәрі мүмкіншілік көп. Мысалы, жоқ, ауылда сол Адам ауылда, дамытуға. мысалы, сіздің өзіңіздің ауылыңызды елестетіп тұрсыз ғой, иә? Сол ауылда қалмаудың үш несін айтып беріңізші маған, үш себебін. Ауылда оқу жақсы оқып, үлкен универлерге түсу, қаланың баласына үйлену. Енді сіз елестетіп көріңіз, ауылды кісіз, иә? Немесе басқа қаладансыз. Егер де оқу онлайн болса, сіз сол қалада қаласыз ба? Немесе сол ауылда қаласыз ба? Әлде оқуыңызды осында келіп жалғастырасыз ба, бір амалын тауып? Сол жақта қалатын шығармын. Ауылды болсаңыз ауылда қаласыз, иә? Жоқ. Қалмайсыз ба? Қалаға келуші едім, иә. Не үшін? Так, выгодно, что ли, не знаю. Не үшін ауылда қалмайсыз? Ұнамайды просто. Ауылда ұнамайды, иә? Нет. Интернет болса да ұнамай ма? Қалмаушы едім все равно. Қалада мен достарым, мен олардың үйіне барушы едім. Вместе занимаюсь, помогаем. Да, вернусь. Почему? Ну, не Представьте, знаю. что ваши родители тоже там, в ауле. Ну, тогда с ними останусь. Останетесь? Да. Если там есть интернет, да? Вообще Да. проблем нету? Вообще проблем не будет, если будет Лучше интернет. КС выиграть будет. Алматыда болғым келеді. Өзім Алматыда тұрамын, мен былай ата-анам осы жерде. Ата-анаңыз осында ма? Ал егер елестетіп көріңізші, сіз Талдықорғанда болсаңыз, қайтып келер ме едіңіз осында? Ата-анаңыз да сол жақта болса? Жоқ. Сонда оқи бересіз? Ата-анам алар үшін, Оқи бересіз, иә? Ештеңе кедергі